Достар, сіздермен мен Мойка және де бүгін біз осындай Hello Kitty сияқты білмеймін Melody Prison Kill дейді. Осы Melody Prison Kill деген жатыр. Яғни оның дауысын атын жатыр әрине қиын. Достар, шарики, давайте обязательно подписаться. Достар, уже мен видео салатын вообще идея қалмай жатыр. Мен 106 қанша 140 па сондай видеомның бүкілін осы побегтерге арнап жатырмын. Давайте маған бір идея тастап кетіңіздер. Мен сіздерге всегда айтамын, давайте келесі қандай ойын ойнайын соны жазып кетіңіздер деп. Мен бүкіл қашпаған, ойнамаған ойыным қалмады. 99-на шеде ойнадым, Бурхевенді де ойнадым. Короче, пиццериядан қашуды да ойнадым. Бүкілін ойнап шықты мен, достар. Давайте. Сондықтан енді мен білмейтін енді Robloxта деген білесіздер ма? Миллион ойын бар ғой. Сол ойынның қайсысы қызық екен мен қайда білемін. Сосын сіздер маған обязательно комментарийге мынандай ойынды ойнашы деп жазып кетіңіздер, достар. Және де достар, мен алдыңын осындай бір видео салғанмын деп басқа жазып кетіңіздер. Короче, достар. Короче, былай жүреміз. Потом әрине біз туалеттен пайда боламыз. Бұл кімнің туалеті? Яғни pick me. Осындай pick me бөпенің туалеті. Pick me бөпе дей берейінші. Мынаны бірақ сүйкімді екен. Пути десің так. Короче, ол прям сүйкімді екен. Но реп. Жынды мынау. Ишақпас. Ет деген. Итак мені өзі итеріп алып. Итак өзі құлап қалды. Алла. Так. Енді мына жерге кіреміз. Потом мына деген жіп-жіңішке, типа нормально, но кішкене логично ойлану керек. Мына прозрачный болып тұр, достар, көрдіңіздер ма? Типа прозрачный болып тұр, сол прозрачный емес, басқаша жағынан өтеміз. Бұл жерде ондай қатты не жоқ екен. Мынау жерде только мынадай снайын деп жатқандардан тез өтсек болды. Потомишки, достар, біз стейдж 8-ге жеттік. Давайте, достар, маған прям подписаться етеміз, достар, подписаться етеміз деп уже видеоны басталғаннан шейін қанша рет айттым. Давайте мені алдамай, өздеріңізді алдамай видеоны енді по-любому соңына дейін қарап, по-любому деп мұға. Қаша соңына дейін қарап, обязательно подписаться етеміз. Все, мен уже қанша рет айтып жатырмын. Вроде менің сөзімді таптамайсыз, құлақтарыңызға елемей емес, елеп маған подписаться етеді деген ойдамын, достар. Сіздермен депрессия болып кетпейсіздер, подписаться етпеді деп қу кетсін. Так, на лестницадан мінеміз, достар. Потом бізде мынау жерде пикми бөпе. Достар, пикми бөпе деп өзіме ат қойып алдым ғой. На самом деле, мына Кроми ғой. Достар, мына Кроми екен білем, бірақ бағана мен ойнап жатқан кезде басқа адам болып еді ғой. Достар, қарсындашы, мына Кроми да. Ой, уж кетіп үлгерген ғой. Жаңа Кроми да, достар, айтыңдаршы, анау ненің де аты қандай екен комментарийге жазу сонда сіздерге. Соншалықты ерінесіздер ма, достар? Давайте комментарийге жазып кетіңдерші. Анау кім Кромиден кейін басында тұрды ғой. Анау Кроми екен білем. Сонда Кромидің не қатысы бар? Бұл жерде мен басқаны кішкентай пикми бөпеден қашып жатыр едім. Давайте обязательно жазып кетіңдер, ана кімнің аты қандай екен. Мана кішкентай пикми бөпенің аты. Или шынымен де менің атым аттағанда пикми бөпем аты де. Бұл жақта енді ағылшынша жазып тұрғандықтан давайте қазақшасын жазып кетеміз. Енді кішкентай балалар соның фанаты ғой. Көбінесе особенно қыздар соның футболкасына шейін киеді. Так, давайте, достар, как думаете, мынаны тез өте аламын ба? Осы уровеньде, именно осы стейдж 12-де, яғни уровень 12-де отыла беретінмін ғой. Бүкіл ойынымды осымен зардап шеккізетінмін ғой. То есть, типа, отыла бергеннен кейін ойын болды қойшы ойнамаймын деп ойынды аяқтай салатын, но мен уже екінші күн қатарынан осы уровеньді даже отылмай бірінші попыткадан өтіп жатыр. Мен түфай көз тимесін деп қойыңдар дейсің. Так, достар, шарикер. Давайте осы видеоны обязательно соңынан қараймыз. Как думаете, анау кішкентай бөбектен қашады ма екен? Әрине ол бөбек қой, бөбек. Сондықтан қашамын деп ойлаймын мен, достар, шарики. Так, мен былай жүреміз. Потомнан басамыз. О май гад, басылсай. Так. Енді, о май гад десің, так, все. Енді бірінші попыткасын достар, бүгін енді менің күнім күшті болып тұр ма білмеймін әйтеуір.
прям бүкіл уровеньде күшті өтіп жатырмын ғой. Енді бүгінгі күн түнгі 12 деп деді, ал менде қазір 11:30. Сондықтан короче достар, 11:30-да менде сағат. Қазір түнгі 12 болғаннан кейін бүгін менің өте күшті күнім өтіп кетеді. Сондықтан сіздер түнгі 12 болмай тұрып өте күшті күнім болып жатқан кезде, яғни бүгін маған вообще күшті повезло болып жатқан кезде, давайте осы ойында десе ойнап тастаймыз. Айту қазір осы түнгі 12 деген басқа күн басталып кетеді, екінші күн басталып кетеді, яғни 19-ы болып кетеді ертең. Атым 19 осы мен үшін прям жаман күнде қу кетсеген сірек мойындаймын де. Так, енді мұнан басамыз. Тоже мынау. Алдың достар, видео түсірсем звугі шықпаған ғой, мал дедім ғой. Ал достар, давайте қандай әңгіме айтамыз. Как думаете, менің роликтарым өте қызық па? Жо достар, мен енді Бурхевендегі күнімді түсірейін десем, күнде ше просто оны монтаждау деген ойбай, түсіру 5 сағат, монтаждау 6 сағат. Сонымен менің бір күнім кетеді оны жасауға. Иті достар, алдыңына бағалап кетіңіздер, енді подписация етіп дегенде ана видеоны көріп, күйеуіммен таныстығым дегенше соны көріп кетіңіздер достар. Короче, мынандай болады ғой. Мен деген сіңілім екеуміз бір сіңілім үйге сонша келген кезде түсіре салайын дегенмін ғой. Таң атпастан таң намаз дегенеш. Короче, сол кірмей тұрып, тез түсіріп тастайық дегенбіз. Ол деген кіріп, даже одан уақыт асып кетті ғой. Әрең түсірдік қой достар. Мойындаймын. Потом, короче, түсірдік. Потом мен оны қашанға дейін монтаждадым десеңіздерші, ұзақ монтаждадым. Потом сондағысы қанша минут болды десеңіздер, сондағысы 4 минут. Мен үшін самый нормальный ол 17 минуттай. 17 минутта, я. И то ол күшті просмотр жинаған, и прям лайкта, комментарийда, и потом ол видеоны көрген адамдар да көп подписаться еткен. За то, что одан кейін мен оны көргеннен кейін, результатты көргеннен кейін, о, мықты болып жатыр екен ғой дедім да. Салғам ғой, тағы да видео сөйтсем, анау авторский право беріп жүрген шынында. Достар, мұны дым түсінбей кеттім ғой. Мына Куроми болды, даяқта қазір Hello Kitty болды, не болып кетті? Бәрі-бірінің достарым әлі. Что-то достар, өздерің ойларын жазып кетіңдер, бәрі-бірінің достары ғой деймін. Достар, енді мен каждый салған видеоны бағалап кетіп жүрсеңдер. Please. Так, енді даяқта сырғанаймыз. Бұл жерде үлкен горка. Типа горка, типа. Когда өзімнің кішкентай сіңлімен сөйлескенде, у тебя нету аргументов, типа, ты имеешь право, Так, енді бізде самый нормальный, самый орташа, қатты қиын емес, осы самый лазер шар, достар, мойындарыңыз, осы лазер деген самый нормальный ғой. Қатты қиын да емес, қатты оңай да емес, былай прям күшті. Так. Енді достар here, достар, обязательно мен шортысымда қарап жүрсіздер ма сіздер? Менің шортысым новенький болып шығып тұрады ма сіздердің ректеріңізге? Достар, менің шортыстарымды да қарап жүріңіздер. Бір кішкене кірінжілер, бірақ енді вам пойдет деп ойнап айтамын. Достар, я вас люблю. Так, деген, көріп тұрсыңдар ғой, арасы алшақ. Сол алшаққа бөте алмайсың ғой, бойың жетпейді, ростың жетпейді деген сияқты. Сондықтан логиканы қолданып осындай заттар қойып шығамыз. Достар, потомда күшті момент біз әрине атызамыз. Как думаете, мына келмен жатып атып қояды ма келмен? Так, давайте. Мынаның ішінен басқа адам жүр енді. Достар, жоқ, бағана ғана басқа адам еді. Қазір мынаның ішінде басқа адам отыр. О май гаш, вообще не понимаю. Так, достар, бір тәрін аттық. Ойбай, мұнау мен ұрып жатыр ғой, шынды. Еще атып қояды маған. Ужас. Қазір жем кетем ғой, палю басу. Сөзде жылап, Нұрай мен тірілші деп жүрмендер, мойындандар, ұтылғандарын түсіндірім. Достар, мойындап білу керек қой. Тиктогымның заметкіне жазып қойым, иықтарын жинап жүріңдер. Роблокс ойнаны дұрыстап ойнамайсыңдар ма? Робот болып шіреніп алып не істеп жүрсіңдер де қол кетсіңе. Жыды реально достар сол өтеді ше. Андай дыпыларский, да, и потом заметкелеріне, тиктоктың заметкесіне сақ қояды. Бір нәрсе болып қалса, сразу заметке қояды, да. Иықтарын жинап жүрсіңдер деп бүкіл оқиғасын сақ қояды. Ладно, допустим, это не важно для игр. Енді мен андай қата понятиясыз жоғары адамдар көрмейді, потом сондықтан осындай андай кішкене детский лов видео салған дұрыс.
Так, достар, бізде енді бір тал уровень қалды. Достар. Енді бұлай, ишакбас, такой, такой, типа, у тебя нету аргументов, я хочу так и делаю, деп қойыпты. Достар, не деген, бүйтіп, достар, лайфхак екен, ұтылып қалған жағдайда аласыңдар да, ана қараға істей саласыңдар, болды, ана қайтадан листамын жүрмейді екенсіңдер ғой. Потом басынан тірілтіп бермейсіңдер да. Ол деген сен қай жерде тұрдың, сол жерден тіріледі. Ойбай, потом біздер не деп ойлайсыңдар, угадать етіңдер. Әрине біздің пикми самолет, достар. Так, достар, енді Куроми дедік, ана кішкентай бөбек дедік, пикми. Сол бөбектің атын жазып жіберіңдерші. Потом Куроми, сосын Hello Kitty дедік. Енді осы үшеусінен қастым, түсінбей кеттім, оқырсын. Короче, достар, осы үшеусі жабылды ғой. Сондықтан мен еңбегім бағалап подписаться етіп кет, обязательно.